Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым. Жетім баланың жан тебіретер тағдырының жалғасы 5 бөлім. Арманға апарар ауыр жол. Анасының хатын оқығаннан кейін Айбектің өмірі өзгерді. Ол енді өткеніне өкініп емес, болашағына үмітпен қарай бастады. Мектепті үздік бітіріп университетке түсу үшін аянбай дайындалды. Балалар үйіндегі тәрбиешілер де оған қолдан келгенше қолдау көрсетті. Балам, сен міндетті түрде арманыңа жетесің дейтін Гүлмира апай. Айбек медицина мамандығын таңдады. Неліктен дәрігер болғың келеді деп сұрады қабылдау комиссиясындағы ұстаздарының бірі. Айбек бір сәт ойланып, себебі адамға үміт сыйлағым келеді. Бір кезде маған үміт сыйлаған жандар болды. Енді сол жақсылықты өзгелерге қайтарғым келеді деді. Бұл жауапты естігендердің бәрі үнсіз қалды. Студенттік өмір оңай болған жоқ. Күндіз сабақ оқыды, кешке жұмыс істеді. Кей күндері қалтасында жолақыға жетер-жетпес қана ақша қалатын. Сонда да ол ешқашан шағымдаған емес. Әр кеш сайын анасының хатын ашып оқитын. Ешкімге ренжіме, басқа балалар сені көрген жалғызды көрмесін. Осы сөздер оған күш беретін. Бір күні ауруханадағы тәжірибе кезінде Айбек ауыр науқас кішкентай қызды кездестірді. Қыздың жанында ешкім жоқ еді. Атаң қайда деп сұрады Айбек. Қыз төмен қарап, мен балалар үйінемін. Бұл сөз Айбектің жүрегіне найзадай қадалды. Ол өзі балалық шағын көз алдына елестетті. Сол күні жұмыстан қайтқанда ол ұзақ ойланып жүрді. Мен тек дәрігер болып қана қоймаймын. Мен жетім балаларға көмектесетін орталық ашамын. Ешбір бала өзін жалғыз сезінбеу керек. Бірақ өмір оның алдынан тағы бір ауыр сынақ дайындап қойған еді. Университеттің соңғы курсында Айбекке күтпеген қоңырау келеді. Айбек, тезірек ауылға кел, әжеңнің жағдайы ауыр. Телефон тұтқасын қойған сәтте оның жүрегі зу ете қалды. Бұл хабар оның өміріндегі ең ауыр шешімдердің біріне бастайтын ол әлі білмейтін.